Гезатов Саялбек Махамбетұлы, тарих ғылымдарының кандидаты. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы Бөкей хандығының тарихына арналған. Яғни осы Бөкей хандығы қазақ тарихында ерекше орынға ие болады. Өйткені қазіргі таңда біздің еліміз әлем бойынша территория жағынан алғанда 9-шы орынға ие болады деп айтып жүрсек, осы Бөкей хандығының осы бір үлкен миссияны орындаудағы маңызы өте зор. Енді біз осы тарихқа үңіліп көрсек, жалпы осы Бөкей хандығы Еділ мен Жайық өзендерінің аралығында құрылған хандық. Бұл хандықтың құрылуының өзінің себептері бар, тарихи алғышарттары бар. Енді соларға тоқталып өтсек, жалпы бұл Еділ мен Жайық аралығын сонау замандарда осы көшпелі халықтар мекендеді, осы өлкені дамытты, осы өлкеде былайша айтқанда өзіндік мәдениетін қалыптастырды. 13-ші ғасырда моңғолдар осы аймақты мекендеген қыпшақтарды ығыстырды. Кейін осы моңғол хандығы, моңғол империясы ыдырағаннан кейін бұл қасиетті мекенді жаңағы ноғайлар мен қазақтар бірігіп жайлаған болатын. Сол себепті қазақ халқы осы Еділ мен Жайық аралығын өзінің ата қонысы деп санайды. Кейін 1628 жылы сонау шығыс өңірден батыс өңірге жөңкіле көшкен қалмақтардың бір бөлігі осы Еділ Жайық аралығына қарай жөңкілді. Соның нәтижесінде 1630 жылы қалмақтар осы Еділдің бойына жеткен болатын. Сәйкесінше осы Еділ Жайық аралығын мекендеген ноғайларды ығыстыра бастады. Енді тарихқа үңіліп қарайтын болсақ, бұл Еділ мен Жайық аралығы біртіндеп осы қалмақтардың иелігіне өте бастады. Ресей империясы тарапынан осы қалмақтарға ерекше көңіл бөлінді. Тіпті 1655 жылы арнайы жарлық шығарып, осы өлкені қалмақтардың тұрақты мекендейтін жаңағы аймақ ретінде бекітіп берді. Бұл әрине осы қазақ халқының шығыс өңірге, яғни Жайық өзенінің сол жақ бетінде қалуына жағдай жасады, соған мәжбүрледі. Кейін жаңа 1771 жылы осы өлкеден қалмақтардың бір бөлігі жаңағы тарихи отаны шығыс өңірде орналасқан Жоңғарияға қарай көшті. Соның нәтижесінде бұл Еділ мен Жайық аралығы босап, қазақ халқы, соның ішінде кіші жүздің халқы осы Еділ Жайық өңіріне қарай ұмтылған болатын. Енді тарихи деректерге қарасақ, бұл кезеңде осы Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріс болып жатты. Емельян Пугачев бастаған жаңағы көтеріліске осы жергілікті қазақтар белсенді қатысқан болатын. Яғни Ресей империясы 18-ші ғасырда осы қазақтарды жайылымнан шектей бастады. Яғни бұрынғыда Еділ мен Жайық аралығын осы қазақ халқы паналай алмайтын, мекендей алмайтын, яғни қыстаққа өте алмайтын деңгейге жетті. Соның салдарынан әрине бұл қарапайым халықтың наразылығын күшейтті. Түптеп келгенде осы жағдайлардың барлығы Бөкей хандығының құруына алып келді десек болады. Енді біздер бұған дейін тек қана осы Бөкей Нұралыұлының жаңағы Бөкей ордасын құруына атсалысты деп қарап жүрдік, яғни тек қана сол кісінің жеке тұлғасымен байланыстырды. Бірақ архив деректеріне үңіліп қарайтын болсақ, осы Ноғай руының старшыны Ислам Құрманқожаевтың Бөкей Нұралыұлынан бұрын жаңағы 100 шаңырағымен осы Еділ Жайық аралығына көшу жөнінде рұқсат сұрағандығын көреміз. Сонымен қатар осы 1801 жылы 11 ақпанда Сұлтан Бөкей Нұралыұлы да жаңағы Ресей императорына хат жазып, осы Еділ мен Жайық аралығын көшуге рұқсат сұраған болатын. Одан кейін жаңағы тағы бір айта кететін дүние, Кердері руының старшыны, яғни Тілеп Қайбашев деген, ол да осы Еділ мен Жайық аралығына көшу жөнінде рұқсат сұраған. Енді біз осы шамалап отырсақ, бұл аталған тұлғалардан басқа да көптеген жаңағы азаматтардың, көптеген осы рубасылардың Еділ мен Жайық аралығында көшуге жаңағы рұқсат сұрағандығын болжауымызға болады. Енді жаңағы Бөкей ордасының құруына келетін болсақ, 1801 жылы 11 наурызда 1 Павел патша Сұлтан Нұралыұлының жаңағы өтінішін қанағаттандырады. Сәйкесінше осы тарихтағы Бөкей хандығы құрылады. Енді осы 1801 жылы 11 наурызда Сұлтан Бөкей Нұралыұлы рұқсат алғанмен,
осы алғашқы көштің 1801 жылы 20 желтоқсанда жаңағы жүзеге асқандығын білеміз. Яғни осы кезеңде Бөкей Нұралыұлы қарамағындағы 183 шаңырағымен жайықтың сол жақ бетінен оң жағалауына өтеді. Бұл былайша айтқанда үлкен бір тарихи оқиға болатын. Осы Бөкей Нұралыұлын қолдағандардың қатарында, онымен бірге көшкендердің қатарында осы Есім Нұралыұлының балалары Сары, Айдынғали жаңағы Есімұлылар бар екенін көреміз. Сонымен қатар осы Бөкей сұлтанның туған інісі Шығай сұлтан да осы көштің құрамында болған еді. Енді қарап отырсақ, осы алғашқыда әрине өте қиын болды. Бірден жаңағы еділ мен жайық аралығына орналасу оңайлыққа соққан жоқ. Сонымен қатар осы арада ішкі орданың табиғи географиялық ерекшеліктерінде ескергеніміз жөн. Яғни бір бөлігі құм басып жатыр, жаңағы бір бөлігі осы жайқалған жасыл алап. Сол себепті бір жағынан жаңағы Каспий теңізі бар. Бұлардың барлығын әрине осы көшпелі халық өз бетінше игере бастады. Біртіндеп осы Бөкей сұлтанның тұсында жаңағы мал шаруашылығы дамып, сонымен қатар саудаға да үлкен көңіл бөлінді. Тарихи деректерге сүйенсек, 1803 жылы осы Бөкей ордасында 6300 шаңырақ болса, 1814 жылы деректерге сәйкес Бөкей ордасында тұрақтаған жаңағы отбасылардың саны 8500-ге жеткен. Бұл да әрине үлкен көрсеткіш болатын. Бұны біз әрине Бөкей Нұралыұлының жаңағы саяси тұлғасымен байланыстырамыз. Бөкей Нұралыұлы кейін жаңағы хан ретінде сайланды. Жаңағы бұл әрине оның әрі қарай өз билігін жүзеге асыруына мүмкіндік берді. Енді Бөкей ханның өзі осы ішкі орданы дамытуға барынша күш салды. Ең бастысы осы үлкен мәселелердің бірі бұл жаңағы жер мәселесі, шекара дауы болды. Өйткені Бөкей ордасы бір жағынан қоңырау татарларымен көршілес болды, екінші жағынан жаңағы орыс шаруалары, сонымен қатар Каспий теңізінің жағалауын граф Безбородко, князь Юсуповтың жаңағы иеліктер алып жатты. Шаруашылық тұрғысынан кейде қиын болды. Өйткені мысалға шаруалардың бір бөлігі қыстау үшін Каспий теңізінің жағасына келетін болды, ал теңіздің жағасы бұл әрине қыстауға өте ыңғайлы еді. Жаңағы қамыстары бар, сонымен қатар осы ықтасындарда малдар осы жылы жерді паналайтын еді. Алайда осы Каспий теңізі жағалауларының князь Юсупов, граф Безбородко сияқты помещиктардың иелігіне өтуі бұл мәселені қиындатты. Әрине барлығы бірден жақсы болды деп айтуға болмайды. Өйткені халықтың бір бөлігі осы жаңа климатқа, жаңа жерге үйрене алмай, жаңағы Жайық өзенінің сол жағалауына кері көшіп отырғандары да болды. Сол себепті бұл да әрине үлкен оқиғалар ретінде есептеледі. Енді Бөкей ханның тұсында жаңағы халық өз шаруашылығын, өз кәсібін дөңгелетті, сауда саттық дамыды. Тіпті осы Бөкей ордасының кезінде халық жаңағы Бөкей ханның тұсында шекер шайнап бал жұттық деп айтады. Яғни бұл дәуірді халық ерекше бір ықыласпен, ерекше кең пейілмен сипаттайтын еді. Енді Бөкей хан 1815 жылы жаңағы ауырып қаза тапты. Оның жаңағы екінші әйелі атаннан Жәңгір деген ұлы тарағандығы белгілі. Алайда осы Жәңгірге қалдырғысы келгенімен билікті ол әлі кәмелеттік жасқа толмаған болатын. Әлі бала болғандықтан жаңағы Бөкей ордасын билеуді туған інісі Шығайға тапсырды. Шығай Нұралыұлының да өз кезегінде осы саяси билікке ерте араласқандығын атап өткеніміз жөн. Тіпті Бөкей хан өзі билік құрған кезде осы Жайық өзенінің сол жағалауындағы билікті Өзбекқали деген інісінен тапсырып отырса, осы оң жағалаудағы билікті кей жағдайда туған інісі Шығай Нұралыұлына тапсырып отырды. Сол себепті бұл кезеңде әрине Шығай Нұралыұлы ел басқаруға әбден лайық еді. Шығай Нұралыұлы хан деген атақты ала алмады. Ол жаңағы билеуші, правитель деген жаңағы шенмен ғана шектелді. Шығай сұлтанның
бір айтып өткен ерекшелігі, ол да дәстүрлі осы қалыптасқан рулық басқару жүйесін өзгертпеді. Жаңағы өзінің айналасына жақтастарын топтастырып, барынша елді ауызбіршілікке шақыруға тырысты. Бірақ Шығай Нұралыұлының өзі де қарап отырсақ, осы көршілес халықтармен жер үшін талас тартыс жүргізді. Басты мәселе бұл әрине шекараны шегендеу, жаңағы Бөкей Ордасының тұтастығын сақтау еді. Осы тұрғыдан алғанда ол да осы сәтті қызмет атқарды деп айта аламыз. Бөкей Нұралының туған інісі осы Шығай 1820 жылы осы Каневск деген пост жағынан өзінің үйін тұрғызған еді. Ағаштан жасалған үй. Яғни кейін осы Ресей шенеуніктерімен хат-хабар алмасқанда, ол менің басты мақсатым бұл үй салу арқылы халықты отырықшы өмірге баулу деп айтқан болатын. Алайда кейінгі жаңағы уақыт көрсеткендей, бұл үйдің салынуына Каспий теңізінің жағалауында орналасқан осы помещиктер қарсы болған болатын. Алайда осы бұл Бөкей Ордасындағы отырықшыландыру мәселесіне, отырықшыландыруға жалпы үлкен бір серпін берді десек болады. Енді Шығай сұлтан 1823 жылға дейін осы Ішкі Орданың билеушісі ретінде табысты қызмет етті. Кейін осы Бөкей ханның ұлы Жәңгір сұлтан кәмелеттік жасқа толғаннан кейін осы Жәңгір хан билікке келді. Алайда оның билікке келуі оңайлықпен жүзеге асқан жоқ. 1821-1823 жылдар аралығында осы Ішкі Ордадағы билікті қолына алу жөнінде бірқатар жаңағы жұмыстар жүргізді. Соның ішінде осы Шығай сұлтан мен Жәңгір ханның арасындағы осы билікті бөлісу барысы, билікті аманаттап тапсыру барысы 2 жылдай уақытқа созылды. Дегенмен Ресей империясы осы жас сауатты Жәңгір жаңағы Бөкей ұлына таңдау жасады. Нәтижесінде 1823 жылы осы Жәңгір хан Ішкі Орданың ханы ретінде бекітілді. Енді Жәңгірге де осы елді басқару оңайға түскен жоқ. Өйткені оның реформалары да қарама-қайшылыққа толы болды. Атап айтсақ, мысалға ең басты бірінші кіріскен мәселесі Жәңгір ханның бұл жаңағы жер мәселесі аграрлық реформалар болды. Біз өз кезегімізде осы Жәңгір ханның жер саласында реформаларын 2 кезеңге бөліп қарастырдық. Бірінші кезең бұл 1825-1830 жылдар. Яғни бұл кезеңде Жәңгір хан осы территорияны шегендеу мәселесіне үлкен көңіл бөлді. Көршілес жаңағы халықтармен осы территорияны анықтау бойынша межелеу жұмыстарын жүргізді. Бұл әрине осы хандықтың территориялық тұтастығын мығымдауға мүмкіндік беретін еді. Тіпті осы сұлтандардың арасынан депутаттарды жаңағы тағайындап, олар осы көршілес халықтармен бірге жерді межелеу жұмыстарына, шекараны шегендеу жұмыстарына белсене қатысты. Кейін 1831-1845 жылдар аралығында Жәңгір ханның реформасы күрт өзгерді. Бұл енді ішкі жер реформаларына үлкен көңіл бөлді. Атап айтқанда Бөкей Ордасының территориясын жаңағы өзінің айналасындағы рубасылар мен сұлтандарға бөліп бере бастады. Бұл әрине кей жағдайда біз айтамыз, мүмкін бұл жаңағы жердің тұтастығын қамтамасыз етуге, сонымен қатар мына шекаралас жатқан жерлерді сұлтандарға бөліп беру арқылы хандықтың тұтастығын сақтауға тырысқан болуы мүмкін. Қалай болғанда да бұл жер реформаларының да жаңағы келеңсіз жағдайлары көрініп жатты, теріс нәтижелер көрінді. Бұл әрине әйгілі Махамбет Өтемісұлы мен Исатай Тайманұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістен көрінеді. Яғни 1836-1838 жылдар аралығында осы бәріміз тарихтан білетін Махамбет пен Исатай бастаған ұлт-азаттық көтерілістің ең басты мәселелерінің бірі де осы жер мәселесі болатын. Яғни Жәңгір хан сеніп тапсырған сұлтандар, рубасылар осы жерді қарамағындағы адамдарға жалға беріп, немесе сатып, былайша айтқанда қарапайым халықтың қалтасына ауыр тиетіндей жағдайлар жасады. Сол себепті елде наразылық күшейді.
Сонымен қатар мына Аббас Қошаев пен Лаубай Манатаев жаңағы бастаған қозғалыста осы Жәңгір ханның жер саласындағы реформаларының бір теріс нәтижелерінің бірі болды десек болады. Енді Жәңгір ханның жаңағы тағы да бір атқарған ісі бұл әрине жаңағы саясаттағы атқарған жүргізген реформалары. Мысалға айтайық, ол өзінің алдындағы жаңағы әкесі, ағасы секілді, ол да жергілікті осы сұлтандарға, рубасыларға арқа сүйеді. Бірақ осы Жәңгір ханның тұсында алғаш рет хандық кеңес құрылды. Бұл яғни 12 биден тұрады. Рулардың өкілдері осы хандық кеңеске қатысып, өзінің ой пікірлерін айтуға мүмкіндік алған болатын. Бұл да енді осы Жәңгір ханның жүргізген саяси реформаларының бірі. Енді Жәңгір ханның тағы бір осы саясаттағы қалдырған ізі бұл әрине Тархандар атағын беруі. Мысалға, оның алдында көп жағдайда осы Ресей императорлары, Ресей империясының өкілдері жаңағы Тархан атағын беретін болса, Жәңгір хан Бөкей ордасында осы өзінің саясатын қолдаған, елді дамытуға сіңірген еңбегі үшін жаңағы Тархан атағын беріп отырған. Бұл да осы саяси саладағы есте қалатын, тарихта қалатын оқиғалардың бірі десек болады. Сонымен қатар Жәңгір ханның енді әлеуметтік саладағы атқарған істерінде біз тізбекте кетуді жөн көрдік. Мысалға айтайық, осы Жәңгір хан келе сала медицинаны дамытуға үлкен көңіл бөлді. Тіпті 1825 жылы Жәнібеков деген жаңағы Бөкей ордасының тұрғынын жаңағы Ресейге оқуға жіберіп, оба ауруымен, шешек ауруымен күресу үшін жаңағы маман ретінде дайындады. Кейін бұл мамандар келгеннен кейін жаңағы ордадағы түрлі эпидемиялармен күресіп, тіпті олардың алдын алу бойынша үлкен іс-шараларды атқарған болатын. Осы Жәңгір ханның тағы бір осы әлеуметтік салада атқарған ісі бұл әрине жаңағы өзінің атақты осы хан ордасын салуы, хан ставкасын салу десек болады. Бұл бірнеше бөлмеден тұратын жаңағы үйді империяның жаңағы ақшасына, қаражатына салдырып, арнайы осы хан отыратын жаңағы орданы қалыптастырды. Бұл өз кезегінде өз саяси билігін жүргізуге, адамдармен тиімді қарым-қатынас орнатуға, тіпті осы сауда-саттықты дамытуға да мүмкіндік берді. 1832 жылы Жәңгір хан осы Бөкей ордасында жәрмеңке ашқан болатын. Яғни жылына 2 мезгіл жиналатын осы жәрмеңкеге тек қана осы Қазақстанның емес, сонымен қатар Ресейдің, орталық Азия елдерінен де жаңағы көпестер саудагерлер келіп, өздерінің тауарларын әкеліп, жаңағы көшпелі халықпен өзара сауда-саттық жасасты. Енді бұл әрине екі тарап үшін де біз өте тиімді болды деп санаймыз. Тіпті тарихи деректерде де айтып өткеніміз жөн. Мысалға 1833 жылы осы Бөкей ордасындағы жәрмеңкеге 562.971 бас мал әкелініп, 339.174 сомның тауары сатылды дейді. Бұл әрине сол кездегі заман үшін, Бөкей ордасы үшін үлкен жетістік болатын. Бұл тарихта сөзсіз қалды. Яғни бұл жергілікті әлеуметтік экономикалық жағдайды да арттыруға мүмкіндік берді. Жәңгір ханның тағы бір осы әлеуметтік салада атқарған шарасы бұл әрине 1835 жылы хан ордасында мешіттің салдыруы болды. Бұл әрине исламдан насихаттауға, сонымен қатар мына Ресей империясы жүргізіп отырған шоқындыру саясатына қарсы тұруға мүмкіндік берді десе болады. Яғни осы қазақ даласында мұсылмандықты сақтауға осы Жәңгір хан да елеулі үлес қосқан болатын. Енді тағы бір айта кететін дүние, бұл Бөкей ордасындағы мектептің ашылуы. 1841 жылы Бөкей ордасында Жәңгір ханның бастамасымен қазақ балалары оқитын арнайы мектеп ашылды. Бұл мектепке енді біз білетін, бәріміз білетін Мұхаммед Салық Бабажанов, Дәулеткерей Шұғайұлы сияқты осы қазақ тарихында
өзіндік орнын қалдырған жаңағы белгілі ғалымдар, күйшілер, жалпы өнер адамдары тәрбиеленіп шыққан болатын. Жәңгір ханның өзі де осы тарихи деректерге қарасақ, жаңағы емтиханға қатысып, жаңағы балаларға қолдау көрсетіп, тіпті мына Орынборға оқуға кеткен балаларға жаңағы өзі шығарып салып, мүмкіндігінше демеушілік көрсетіп отырған. Өйткені біздің ойымызша енді Жәңгір хан өзі де Астрахан губернаторының үйінде тәрбиеленіп, жаңағы европалық үлгідегі осы білім алып, тәрбие көріп, жалпы былайша айтқанда өзінің дүниеге деген көзқарасын кеңейткен болатын. Осылайша ол жаңағы қазақ балаларын сауаттандыруға мүмкіндігінше үлес қосты. Енді тағы бір айта кететін дүние, бұл Жәңгір ханның жаңағы жұмыс барысында, қызметі барысында осы пошта телеграф байланысына үлкен көңіл бөлуі. Мысалға 1838 жылы Бөкей Ордасында пошта телеграф байланысы жаңағы жолға қойылды. Бұл әрине осы қалалардың жалпы елді мекендердің арасында шұғыл түрде хабар алдыртуға мүмкіндік берді. Бұның барлығы сөзсіз Бөкей Ордасының тарихында қалған болатын. Енді жалпы Жәңгір ханның өзі қазақ даласын зерттеуге үлкен көңіл бөлді. Мысалға айтайық, ол көз тірісінде осы Қазан университетінің профессор атағын алды. Осы қазақ даласындағы дәстүрлі мәдениетті зерттеуге үлкен көңіл бөлді. Сонымен қатар біздер айтып жүрген қазіргі таңда музей ісі, яғни Жәңгір ханның өзі музей ісінің дамуына сол кезде ақ бастама жасады десек болады. Өйткені қазіргі таңда біздер музейлер тарихын қарағанда осы алғашқы музейді Жәңгір хан негізін қалаған қару-жарақ палатасымен байланыстырамыз. Бұл Жәңгір хан салған осы хан ставкасының ішіндегі бір бөлмеде орналастырған болатын. Тіпті осы Евреинов сияқты келген саяхатшылар осы қару-жарақ палатасында болып, осы қайран қалған. Тіпті осы қазақ халқының дәстүрлі қарулары, сауыттары барлығы кәдімгі осы бөлмеге ұқыптылықпен бір жоғары талғаммен ілінгендігін осы саяхатшылар өз еңбектерінде сипаттайды. Бұлардың барлығы түптеп келгенде осы музей ісінің де Бөкей Ордасынан бастау алатындығын көрсетеді. Енді тағы бір осы Бөкей Ордасындағы үлкен мәселелердің бірі бұл жаңағы ағаш егу, орман ісі, орман шаруашылығын дамыту мәселесі. Осы Жәңгір ханның өзі көзі тірісінде атақты осы табиғатты зерттеуші Григорий Карелинмен жаңа тұрақты түрде хабар алмасып тұрған. Бұл әрине Бөкей Ордасының климаты жаңа біз айтып өттік. Аңызақ желі бар, құмды жаңағы дауылдары бар, бітпейтін жаңағы осы Бөкей Ордасының климаты да ерекше болды. Мысалға, біз айтып отырген 1832 жылғы жәрмеңке кезінде әрине бана біз айтып өттік 500 мыңнан астам жаңағы малдың айдап әкелінуі. Бұл шағын қоныс үшін үлкен көрсеткіш. Ал олардың барлығы ол тек бір күнде сатылып кетпейді. Сол жерде барлығы жиналатындықтан бұл осы өсімдіктердің санының азаюына жаңа әкеліп соқты. Сәйкесінше құм басу қаупі үдей түсті, күшейе түсті. Бұны түсінген Жәңгір ханның өзі жаңағы осы Бөкей Ордасында орман шаруашылығын дамыту жөніндегі бастаманы көтереді. Яғни ең алдымен бұл әрине жаңағы қарапайым өсімдіктерді құмға егу, кейін жаңағы олардың қасына кәдімгі ағаш жасыл желектерді отырғызу мәселесі қолға алынды. Соның нәтижесінде жаңағы Бөкей Ордасында орман шаруашылығы дами түсті. Қазіргі таңда осы Жәңгір хан еккен орманның өзі әлі күнге шейін Бөкей Ордасында сақтаулы тұр. Бұл Жәңгір ханның сөзсіз жаңағы Бөкей Ордасына қосқан үлесі болып табылады. Түптеп келгенде Жәңгір ханның осы салада атқарған істері
өте көп болды. Бұл бағытта әлде ол жұмыстарды жүргізу мүмкіндігіне ие болды. Енді жалпы Жәңгір хан дүниеден өткеннен кейін оның жаңағы дүние мүлкін тізімге алды. Сол тізім барысында оның жаңағы мүліктерінің қатарында көптеген заттардың бар екендігі анықталды. Мысалға осы түрлі алтын, күміс бұйымдармен қатар, қару-жарақтармен қатар, осы Ресей империясынан шығатын жаңағы журналдар, газеттер, бұлардың барлығы жаңағы тізімге алынған болатын. Бұл осы Жәңгір ханның сол замандағы газет журнал оқып, мына шаруашылықтағы, экономикалық өмірдегі тың жаңалықтарды мұқият зерделегендігін білдіреді. Бұның барлығы түптеп келгенде осы Бөкей Ордасын дамытуға бағытталған болатын. Енді осы Бөкей хандығының тағы бір ерекшелігі, бұл Жәңгір хан жаңағы дүниеден өткеннен кейін 1845 жылы Бөкей Ордасында хандық билікті жою бойынша жаңағы іс-шаралар қабылдана бастайды. Мысалға айтайық, осы Бөкей хан дүниеден өткеннен кейін 1845 жылы Бөкей Ордасын басқару жөніндегі уақытша кеңес құрылады. Оны енді Жәңгір ханның ағасы Әділ Бөкейханов жаңағы басқарады. Бұл осы Әділ Бөкейханов шын мәнісінде осы Бөкей Ордасын басқарып, хандық билікті сақтау бойынша іс-шараларды жаңағы ойластырғанымен, бірақ іс жүзінде бұл жаңағы Ресей империясының шешіміне байланысты болды. Өйткені Қазақстандағы хандық билік жойылып жатты. Енді осы Бөкей хандығындағы, Бөкей Ордасындағы хандық билікті жою мәселесі күн тәртібінен шықты. Осылайша біртіндеп Бөкей хандығы жойыла бастады, хандық билік түпкілікті жойылды. Барлық осы Қазақстанның өңірлері секілді, осы Бөкей Ордасы да Ресей империясының бір жаңағы әкімшілік басқару аймағына айналды. Сөз жоқ, Бөкей Ордасы бұл Қазақ хандығының тарихындағы ерекше орын алады. Бұл шын мәнінде қарапайым шағын территорияда орналасқан хандықтың үлкен нәтижеге қол жеткізе алатындығын көрсетті. Тіпті жаңа біз айтып отырмыз, халық кей жағдайда осы Бөкей Ордасын тұңғыштар мекені деп жатайды. Өйткені алғашқы мектептің ашылуы, алғашқы музейдің ашылуы, алғашқы дәріхананың ашылуы, тұңғыш телеграф байланысының орнатылуы, барлығы осы Бөкей хандығынан бастау алған болатын. Енді бұл бағыттағы зерттеулер қазіргі таңда әлде жалғасын табуда, алда тұрған міндеттер өте көп. Жалпы осы Бөкей Ордасының негізін салған Бөкей Нұралыұлы, кейін жаңағы оның ізін жалғастырып 1815-1823 жылдар аралығындағы Ішкі Ордада билік құрған Шығай Нұралыұлы, және одан кейінгі 1823-1845 жылдар аралығында осы хандықты басқарған Жәңгір Бөкейұлы, бұлардың барлығы да осы қазақтың мүддесі үшін қызмет етті деп санаймыз. Әрине бұл бағытта әлде толыққанды зерттеуді қажет ететін дүниелер өте көп. Шетелдік архивтарда да Бөкей Ордасына қатысты көптеген мұрағат деректері шоғырланған. Енді осы Бөкей Ордасының тарихын одан әрі зерттеу, оны толықтыру, ол болашақ ұрпақтың міндеті деп санаймыз. Осы тұрғыдан алғанда бізде әлде атқарылатын жұмыстар жеткілікті. Сосын Бөкей Ордасына қатысты айтылатын тағы да бір дерек, бұл Бөкей хандығының құрылуын жаңағы Наполеон Бонапарттың жаңағы жоспарымен байланыстыру деген үрдіс бар қазіргі таңда. Біз өз тарапымызда бұны негізсіз деп санаймыз. Өйткені Наполеон Бонапарт жаңағы Ресеймен бірігіп жаңағы оңтүстік өңірлерге шапқыншылықты жасауды ойластырды дегенмен, бұл енді шын мәнісінде жергілікті қазақ халқының жаңағы қалауымен, қазақ халқының шаруашылық өмірімен, саяси тыныс-тіршілігімен байланысты болды. Яғни
түптеп келгенде қазақ халқы осы Еділ мен Жайық аралығына қоныстану арқылы өздерінің тарихи ата қонысын қайтарып алды деп есептейміз.